Жаңа бастапқы 10 минутымыз бітті, енді келесі 10 минутымыз арқылы осы қалған кодты түсіндіріп өтеміз. Яғни жаңағы функция ашу аударма үшін функция ашқан едік. Бұл функция арқылы біз қазақшаны орысшаға аудару функциясы болып келеді. Міне, бұны түсіндірейік. Бірінші қазақша сөзді біз сандарға айналдырып аламыз. Осы tokenizer арқылы, одан кейін айналдырып алғаннан кейін оны біз декодерде осының астында жазылып тұр. Міне соус белгісінің аударманы бастаймыз деп жазылып тұр. Міне көріп тұрсыз ба? Бұл жерде соус, мысалы біз орысша сөздерге, жаңа сөйлемдерге барлығын басына соус деп бастадық. Яғни соустан бастап уже аударыла береді, қазақшаға аударыла береді. Біз мына жақта не ашып қоямыз. Так, цикл ашамыз, for цикл арқылы. Нешетте өйткенімізден тоқтатуымыз керек. Яғни мысалға, егер де if word тең EOS болып қалатын болса, либо болмаса әшейін просто болып қалса, ол кезде break, яғни шығарылады. Ал бұл жерде декодер бір қадам жасап, жаңа сөзді болжайды. Әр қадам жасап, әр сөзді оқу арқылы жаңа соустан бастап аударып отыратын болады. Және де индексті, соңында уже индексті уже басына біз сөзді саңайласақ, енді санды уже индекс деп айтады. Индексті уже қайтадан сөзге орыс тіліне аударатын боламыз. Орыс тіліне аударып, одан кейін decodер sentence деген жаңадан бір айнымалы ашылады, және де оған сөйлемге қосылады. Сөйлемге қосыла беретін болады, яғни оған word қосыла беретін болады. Жаңадан новыйдан орысша аударған сөздер қосылып отырады, және келесі сөздер беріледі target seg арқылы, одан кейін stats s арқылы күйді қайтадан жаңартатын болады. И бізге обязательно міндетті түрде return decoder sentence strip керек болады. Не себептен? Өйткені жаңағы жазылған орысшаға аударған сөздерді қайтадан обратно алу үшін return болады. И бұл жерде бізде обязательно print'қа тест және де translate болады. Translate тест болады. Қараңыз, мысалы тест деп жаздық, бұл жерге мен дүкенге бардым деген сөзді бізге орысшаға аудару керек болды. Орысшаға аудару үшін міне print'те бірінші қазақшасын шығарып алдық. Одан кейін орысшасына translate деген функция міне. Бізде бұл жерде def translate деген функцияны пайдалану арқылы қайтадан орысшаға аударып береді. Міне астында жазылып тұр. Міне қазақшасы мен дүкенге бардым. Енді орысшасы міне орысша я ходил в магазин деп шығарып берді. Бұл бізде 14-ші лапка қабылдайсыз деген үміттемін, апай. Қош сау болыңыз.